Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2-ші сыныптың 12-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы я әрпінің жазылуы. 47-ші жаттығу. Мәтінді мәнерлеп оқы. Аян ағасының баласы екеуі саябаққа барды. Олар жолда Алиямен кездесіп қалды. Алия қасындағы кісінің қолынан ұстап алыпты. Ал қарт кісі таяғының ұшымен жерді түрткілеп келеді. Аян бірден, мына кісінің көзі көрмейді екен ғой деп ойлады. Атаң ба? деп сұрады Аян. Иә, көрші тұрамыз, деп Алия басын изеді. Аян Алияның үлкенге құрмет көрсеткеніне сүйсіне қарады. Мәтіннің авторы Қанығүл Жаманбаева. Енді балалар мәтінге берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін кім туралы? Мәтін Алия туралы. Мәтіндегі негізгі ойды айт. Мәтіндегі негізгі ой үлкенге құрмет көрсету. 48-ші жаттығу. Оқыған мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін мақалды тауып, жадқа жаз. Бірінші мақал. Әдепті бала, арлы бала. Екінші мақал. Ақылды қария, ағып жатқан дария. Үшінші мақал. Сәлем, сөздің анасы. Оқып алған мәтініміздің мазмұнына сәйкес келетін мақал, ол бірінші мақал, яғни әдепті бала, арлы бала. Енді балалар осы 48 жаттығуға берілген тапсырманы орындайық. Дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес сөздері бар мақалды тауып көр. Ол ақылды қария, ағып жатқан дария мақалы. Бұл мақалдағы қария және дария сөзіндегі дыбыс саны мен әріп саны бірдей емес. Яғни қария сөзінде 5 әріп, 6 дыбыс. Және дария сөзінде 5 әріп, 6 дыбыс бар. Балалар, мына ережені естеріңе сақтаңдар. Сөздегі и әрпінен соң а жазылмайды, я жазылады. Мысал үшін, Мия, Тақия, Алия. 49-шы жаттығу. Берілген тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырып жаз. Тірек сөздер: әдепті қыз, қария, сая, ұят, үлкен кісі, сыйлайды сөздері. Құрастырған мәтініміз: сая әдепті қыз, оның ұяты бар. Ол қарияларды, үлкен кісіні сыйлайды. Мінеки балалар, тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырып жазып алдық. Соңғы 50-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіндегі кейіпкерлерді анықта. Алдиярдың атасынан сұрамайтын нәрсесі жоқ. Ата, осы ертегіде айтылатын желмая дегеніңіз немене? Балам, желмая жүйріктің жүйрігі ғой. Мына біздің жалғыз өркешті нар түйені көрдің бе? Оны қазақ мая деп те атайды. Осылардың ішінде желде ескен жүйріктерін желмая дейді. Мәтіннің авторы Оразбек Сәрсенбаев. Мәтіннен я әрпі бар сөздерді теріп жаз. Мәтіндегі я әрпі бар сөздер: Алдиярдың, желмая, мая сөздері. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Видео сабағын ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.